Жеңіл әрі тез жасалынатын нан салма тағамын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі прям ерекше болып шығады. Қызып тұрған майға етімізді саламыз, жуамызды саламыз, керек заттарымызды алдын ала көбіктеп турап аламыз. Бұрышымызды, сәбіз, помидорымызды, сарымсағымызды, дәміне қарай тұз, бұрыш, томатымызды қосып, соңында картошкамызды салып, 4-5 минут қуырып, суымызды құйып, жақсылап 20-30 минут бұқтыратын боламыз. Қамыр илейміз, қамырымызға жұмыртқа, тұз және суымызды құйып, ет тамақтың қамырын илейтін боламыз. Жұқалап жайып, өзімізге керек размерде осылайынан лапша қылып кесіп аламыз. Мен толстой қылып кестім, сіздер жіңішке қылып кессеңіздер болады. Қайнап тұрған суға асып алып, осылайынан бетінен дайын болған подливымызды құйып, жақсылап, әдемілеп, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Бұл тамақты ет тамақтың орнына және мантының орнына қолдансаңыздар болады. Дәмі прям өте дәмді, жеңіл тағамның түрі. Ал сіздерге ұнаса, маған комментарий, лайк қалдырыңыздар.